Қазақстан Республика қару күштерінде мынадай погондар бар, или атақтар бар. Бірінші, қазақтың ұлттық ой бейнесі тұр, ұлттық ой бейнесі тұр. Қатарда тұрған жауынгер, ефрейтор, ефрейтор, кіші сержант, кіші сержант, сосын сержант, сосын аға сержант, үшінші дәрежелі сержант, екінші дәрежелі сержант, бірінші дәрежелі сержант, штаб сержант, шебер сержант. Енді кіші офицерлер көшеміз. Кіші офицерлер қандай білеміз? Бір сызық білдіреді кіші офицерлерді. Мінекей. Мұна бет жауап бай. Бір сызық білдіреді кіші офицерлерді. Қазақтың ұлттық ой бейнесі тұр мінекей. Бірінші лейтенант, екінші аға лейтенант, үшінші капитан. Бұлар бәрі кіші офицерге жатады. Тағы қайтарып айтқан кіші офицерді біз білеміз бір сызықтан. Мінекей, бір сызық, мінекей, бір сызық. Қазақтың ұлттық ой бейнесі, мінекей, ұлттық ой бейнесі. Енді өтеміз аға офицерлерге. Аға офицерлер. Аға офицерлерді білеміз екі сызықтан. Екі сызық білдіреді аға офицерлерді. Қазақтың ұлттық ой бейнесі, мінекей, қазақтың ұлттық ой бейнесі. Екі сызық білдіреді аға офицерлерді. Майор, подполковник, полковник. Бұлар бәрі аға офицер. Тағы қайтарып айтып кетеді. Аға офицерді қандай білеміз? Екі сызық білдіреді аға офицерлерді. Майор, подполковник, полковник. Қай жерге бармасаңдар, балалар, қазақтың ұлттық ой бейнесini көрсеңдер, ол Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің офицері болады ма, қатарда тұрған жауынгерлері болады ма? Сол біздің армияның әскерлері деп есептей береміз. Енді жоғарғы офицерлер білеміз, бүркіт. Қазақтың ұлттық ой бейнесі генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, армия генералы. Жоғары қолбасшысы, Қазақстан Республикасы қарулы, жоғары қолбасшысы біздің президент болып есептелінеді. Енді мынаны тағы айтып кету керек. Мысал, мынаның аты лампас деп айтады. Лампас. Қатарда тұрған жауынгерден бастап, полковника мен аға офицерге осындай лампасты киіп жүреді деймі, не деп айтсақ болады? Тігіліп қойылған. Егер де үлкен лампасты көрсе, ол уже жоғарғы офицердікі болады. Оны любой адам біледі оны. Үлкен лампас болса қызы бола ма, көк бола ма, қай әскери бөлімшеде қызмет жасаса, сондай лампас болады. Енді мына жерде эмблемалар деп айтады. Эмблема. Мына мото атқыш әскері, авиация, әуе десем әскерлері, ракет әскері мен артиллерия, танк әскері, инженерлік әскер, әскери полиция, химия әскері, автомобиль әскері, байланыс және радиотехник әскері, құрылыс бөлімі, құбыр жүргізу бөлімі, медицина және мал дәрігерлік қызметтері, әскери дирижер мен музыканттар. Енді тағы бір нәрсені айтып кету керек. Жоғары әскери оқу орындарында оқып жатқан или училище деп айта берейік, военный училище. Мынадай погонды тағады, К дейді, курсант дегені. Менде осылай бір погон бар, сол курсант деп айтылады.